сәлеметсіңдер ме? Алинұр той балабақшасының тәрбиешісі мен Қаражанова Жеңіскүл және Бақыт Асыл. Тамаша. Біз бүгін кезекті тәжірибе жұмысын жасайын деп жатырмыз. Тәжірибе жұмысымыз шардың табиғи жолмен үрленуі. Ал бізге қажетті құралдар. Асылым, қандай жаттар қажет бізге? Екі шар, ас содасы, және сірке қышқылы құйылған екі ыдыс. Ал тәжірибемізді бастайық. Ол үшін біз шарымызға ас содасын саламыз. Асылым, мына қасық саған. Ас содасын шарымызға салайық, иә? Қасықпен де саламыз ішіне. Бізде жартылай толтырылған ас беріпсің. Жартылай салып алды, тамаша. Енді сірке суын осы жерде пайдаланамыз. Ол үшін қауіпсіздік ережесін біз сақтауымыз керек. Сірке суының иісі өткір болғандықтан, ол адамға өте зиян, сондықтан біз қауіпсіздік маскасын киіп аламыз, иә, Асылым? Тамаша. Маскамызды киіп аламыз. Ал сірке суын пайдаланарда тек қана үлкен адамның көмегімен жасалатын тәжірибе жұмысы болып табылады. Мен шариктерді кигізіп берейін. Осылай. Және біздің екінші ыдысымыз. Ал енді Асылымға бір ыдысымызды береміз. Асылым, мына жерде тұрған біздің ас содасын мына құтыға құюымыз керек, көтеріп, иә? Ал кәне екеуміз бірге жасап көрейік. Мына жерге қой. Шаригімізді ұстаймыз. Шарик ұста. Төбеге қарай бүйтіп көтереміз. Жоқ. Жоғары қарай. Жоғары қарай көтер. Ал біздің шарымыз үрленіп жатыр ма, Асылым? Тамаша. Ал екінші құтымызды көрейік. Біздің екінші шарымызда үрленіп жатыр екен, иә? Бұл тәжірибе шардың табиғи жолмен үрленуі. Қалай, Асылым, саған ұнады ма? Тамаша. Асылым, бұл тәжірибе саған ұнады ма? Иә. Біз қандай құралдарды қолдандық тәжірибе барысында? Шарды, сосын ас содасын пайдаландық және сірке қышқылы. Тамаша. Бұл тәжірибені үйден үлкендердің көмегімен өздеріңіз де жасап көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар!